Баршаңызға сәлем достар, менің каналыма қош келдіңіздер. Қалайсыздар достар? Короче, біз қазір Қосүйеңкідеміз, нағашыларымыздың ауылындамыз. Бізде, қызу дайындық болып жатыр. Не екенін потом айтып беретін боламын. Короче, видео бастамастан бұрын лайк, подписка, комментарийді ұмытпаңыздар. Целый бір күн ба, білмеймін, түсіре беремін, бәрін қосып монтаждап түсініп аласыздар өзіңіз, окей? Сол осы видеомызды ауырмай сырқамай аяғына дейін бітіріп алды. Аллам нәсіп етсін, ендеше менің видеом басталады. Короче, бізге жаңа үйдегілер үлкендер, бүкіл құмдарды жинап, сонда ешқандай жер шашылып тұрмайсың деді. Поэтому, сіздерге плюс обзор жасап, плюс жинап шығармамыз. Мына комната бізде ағам мен жеңгем бар. Ағам мен тәтемнің комнатасы. Мына бізде үлкен зал деп аталатын бөлме. Онда осындай заттар бар. Әркім кеп жеп кете беретін, шұқи беретін заттар бар. Алма, мыналарды бірақ шұқуға болмайды. Бұлар бізде шұқуға болмайды деп жеп атсаң, ойнайтым. Осындай ірімшік бар. Мынаның бәрін бізде мерге жасады. Хворст бар наяқтан. Бәрін пісіріп қойдық. Еще бізде склад сияқты бір жер бар. Ол жақта котлет, салат, бүкіл заттар бар. Енді біз конфет соналарды қоятын шығармыз. Еще кеше бізде ағам туған күні болып, осындай тортпен құттықтадық. Бізде тағы бір торт әкелеміз еще. Бұл үлкен зал, бұл жерде по сути ешқандай жер шашылып тұрған жоқ. Мынаның бәрі әркімнің өзінің заттары. Бұл жер андай бөлме ғой. Кім жайға салады, сондай комната болып тұр әзірге. Потом бірақ ертең қонақтар осы бөлмеге отырады. Поэтому осы бөлмені ертең жинаймыз. Бүгін түнде жинаймыз. Потому что ертең уже бізде кәдімгідей қонақтар келеді. Сол үшін бәрін жинау керек. Мынау бізде мен әжемнің бөлмесі. Осындай сервант бар екен. Сол бір жерде түк жоқ. Түк жоқ болғанда, төсектер тұрады. Біздің полный туысқаннан бәрі келген. Олар бүгін түнде осы комнатаға жатады. Қазір мен мына төсекті жинайтын боламын. Осы комнатада бізде мынандай свет. Көрдіңдер ма? Ал достар, тут мен төсектер жинап тастадым. Жалғыз осы төсектер ғана шашылып тұрғандығын комнаталардың ішінде. И поэтому осы төсекті тез прям бітіріп тастадым. Бүкіл комната почти что жиналып тұр. Мына комната бізде түкпір там деп аталады. Бұл комнатада тоже төсектер. Мына көп төсектер неге десеңіздер, демеңіздер, потому что осының өзі кешегі біздегі көп адам санына жетпей қалды. Сықта кеттім. Мынау біреудің абадога екен. Кәдақ көреміз. Осы елі адамдардың абадога ғой. Поэтому, как вы думаете, маған осындай абадог жараса ма? Жараспай қалды ма? Мынау жараса беретін сияқты, маған. Осындай. Қана жерге түсқағанда аламыз. Мұндасынан, кубик, рубик, күшті заттар бар. Сосын нағасыңыздар ше, Дайсон, Дайсон. О май гад, живые. Өмірімде бірінші тұсап тұрмын достар Дайсонды. Бисмилла. Дайсонның только фен аудим. Мен мына жерде не көрмей тұрмын. Укладка жасайтын бір-бірі. Білмеймін достар, енді қате айтып отырсам ренжімеңдер. Осындай. Бүкіл комната бітті. Солай. Бітті. Енді ары қарай күшті моменттер түсірем. Пирогтардың бәрін мына кісі. Қарағай. Кетші бар. Достар, мұнда менің нағашы әжемнің бір жылдығасы болатын күн. Және сол күнге орай осындай далада палатка құрып, мен осылай қасықтарды, вилкаларды қойып шықтым. Осындай палатка құрдық. Аллаға шүкір, жақсы өтті. Малды бағып жүргендерде бәрі ақылды, бәрі айтты. Біз сен тыңдамаймыз ғой, жей береміз ғой. Алар жей береді, бізде жоқ. 80-ге келген.
Твою мать, ну. Очки бар, очки. Ne vardı? Аға біле келіңіз. Көлік кесіңізші. Қайты жүндері өлен Ой, это... Бізде анау үйдегі ас болса, мынау мешіттегі ас болды. Осылай өтті бұл да дайындық. Міне пакеттерді кеселердің астына қойып шығып жатық. Достар, короче, достар. Мен алдан көсемікте жүргеннен кейін видеоны тоқтатып тастадым. Не білесіздер, құран сияқты бізде болып жатты. Потом оны айтып берем. Әлі айтуға бола ма, болмай ма, білмейді екенмін және біліп алайын, потом айтамын. Окей? Сонымен, короче, видеом аяқталмай қалды. И поэтому мен бүгін бізде айқынаттың бірінші туры и еще кешкісін ағамның үйрену тойы. И солардың барлығынан влогты қосып күшті бір влог қылып шығарайын едім. Короче, мынның ішінде бүкіл шашқан заттар бар. Осыларды алып, Сайкош үйіне баратырмын. Сайкош маған, короче, не істеп береді. Шашымды беріліп, өтіктіп, короче, шашымды күшті қылып істеп берем деді. И мен прическамды таңдап, инстаграмнан жетіп бара жатырмын. Короче, достар, нұрсайы мен мынандай образымын әлі көрген жоқ. Поэтому қазір алғашқы реакциясын көрсетемін. Мен Нұрсайына келдім. Мен Нұрсай шашымды слай істеп беріп жатыр. Нұрсай да айқынаттың футболкасын киіп алыпты. Короче, вот знай. Но артына қарағанда вообще күшті тұр. Шаш не үшін қап кетті десеңіздер, мынаны, короче, бүйтіп жабыстырамыз осы жерге. Мен сағат уже бізде 11-ден 12-ге татыр кешіген ятым. Нөтесі болу керек. Нас суып қалды еще. Норис. Тут, достар, мен Айқанат олимпиадасының екінші тур қатысушыларына Айқанат білезігін табыстап жатқан сәтім. Менің лагерден берген келе жатқан досым осы видеоны түсіріп берді. Сенікі анелі. 8 анелікі. Мына парақтан алып келді ғой, Иә. 9 мейкі. Кетіңіз. Сізде бүйтіп. Біз мыналарды өтуге кетіп бараттық. Ау? Иә. Айсұлтан көрсетесің. Опаң. Привет. Апай. Камерам. Лайк басыңдар, айналайындарым.